батыс жағынан сізге келіп тамашалап отырғанымызға. Енді бір күн болды сіздерге келгеніміз, өте ұнап жүр. Енді былай қарағанда Павлодар мен Оралды салыстырғанда көп нәрсе бар екен. Ұқсастықтар, иә. Сіздерде 600-дің үстінде адамдар бар екен. Қала кішкентай екен, былай қарағанда көк қала, таза қала. Сол енді бізге ұнап тұр. Енді қайырлы кеш, құрметті телекөрермен. Таңға келгеннен бері павлодарлық ағайын аяғымызды жерге тигізбей күтіп алып, құрмет көрсетіп, тиісті шараларға қатыстырып жатыр. Рахмет дейміз. Көп біздің негізгі келген мақсатымыз рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы жасалып жатқан жұмыстарды көріп, өзіміздегі барды сіздерге жеткізіп, тәжірибе алмасу мақсатында келгенбіз. Таңертең ертемен келгеннен Сұлтанбек Сұлтанның несінде болдық, үйінде болдық. Содан бастап бағдарламамызды бастадық. Қаланың көп орындарымен таныстық, әріптестерімізбен тілдестік, рухани жаңғырудың офисіменен таныстық, жұмысыменен. Енді өздеріңіз білесіздер, рухани жаңғыру бағдарламасы тұңғыш президентіміз елбасының бастамасымен өмірге келген бір ерекше бағдарлама. Бұл мынау бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деген болатын еді ғой. Дәл соның сабақтас жалғасы сияқты көрінеді маған кейде. Мынау қолында дүниесі бар, қолында қаржысы бар азаматтар елге бет бұрып, өзінің туған ауылына бет бұрып, соның ішінде именно соның ішінде ауылға көңіл бөліп, көп халыққа игілік жобалар істеп беріп жатыр. Қараңызшы, біздің мысалы үшін Батыс Қазақстан облысында шалғай елді мекендерге медициналық пункттер салып берген азаматтар бар. Спорт алаңдарын салып беріп жатыр. Спорт комплекстерін салып беріп жатыр. Ауылдың балалары ойнайтын жаңағы керек жарақты сол салауатты өмір салтына бейімделетін бүткіл нәрселер жасап беріп жатыр. Неше түрлі әлем саябақтар салып беріп жатыр. Бұл игілік дүние ма? Өте игілік нәрсе. Мінекей, бұл бағдарлама жаңағыдай халықты рухани серпілтумен қатар жаңағы азаматтарды ауылға да бетін бұрды. Айгүл ханым, жалпы енді рухани мәдениет бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр, яғни сіздердегі сакралды орындар бойынша, музейлер бойынша, жалпы осы рухани жаңғыру бағдарламасын дәріптеу бойынша қандай жобалар іске асырылып жатыр? Енді мына әріптесім Думан айтып отыр ғой, біздерде өте жақсы, мысалы аудан ішінде Казталов ауданы деген аудан бар, меценаттар. Енді олар республика бойынша бірінші, екінші орын алған сол меценаттарды тарту. Оның ерекшелігі сондай, әрбір түлектер, әрбір жылдың бітірген түлектер әкімге барады, жылдың аяқ жағында жоспар құрады. Сол жоспар бойынша олар мына нысандарды салады. Ол туған жерге жобасына сай болады. Енді биыл біздер мына офис ретінде өзіміз өлкетану деген бір жобаны жарияладық. Соның ішінде біздер мысалы Батыс Қазақстан облысында 12 аудан бар. Сол 12 ауданның 8 ауданын біздер барып келдік. Енді барғанда біздер мақсат алдында қойған сондай бір халық біледі, бірақ та былай қалай Батыс Қазақстан облысынан шықпай жатып, ауданнан шықпай жататын бір орындар бар. Соны біздерге насихаттау, соны шығаруға, турист ретінде ішкі туризмді дамытуға. Енді қазір сол 8 ауданды барып келдік. Енді қазір ойлап тұрмыз, сол 8 аудандар қарадық, көрдік орындарын. Мысалы кейбір мазолей ретінде әулие аталарымыздың допустим орындары қоршалмаған, жолдары жоқ, мысалы указательдері жоқ дегендей, сондай бір көзге көріністі сондай жұмыстарды біздер әкімшілікке жеткіземіз. Оны жеткізгенде олар сосын енді жоспарға қояды ғой. Мысалы баннерлар қою керек әрбір ауданға, мынандай біздер сакралды орындар бар екен. Және де бізде Дәдем атам орны бар біздерде. Сол жерде мүмкін кісілер бәрі білетін болар, сол жерде орын тұрған болар. Көріңіз, да? Мына жерде Дәдем ата бар деп. Енді басқа жерлер көбі халық баратын, бірақ та көбіне білмейтін халықтарға указательдер болмай тұр. Соны біздер дамытамыз деп, сондай жоспарды қойып тұрмыз қазір Батыс Қазақстан облысында.
Енді археология жағынан вот мына әріптесім айтыпты ғой, бүгін біздер мавзолейге бардық. Сұлтанбек ағайдың да? Сұлтанбек Сұлтан. Енді мені таң қалдырған бір нәрсе. Біздер мына сакральный орындарды қарағанда қалай археологтармен раскопкаға бардық. Раскопкаға барғанда ең сондай бір маңызды нәрсе көтерілген, ол сүйекті табылғасын зерттейді ғой. Тас болсын, сүйек болсын, соны Россия Федерацияға жібереді екен. ДНК генетиканы орналастыруға қарауға, қай эрада, Сарматский ма, Золотая Орда ма екен да. А сіздерде мен біріншіден ойладым, мына лаборатория муляж болар деп. Сосын уже сұрадым, мына лаборатория реально істеп тұрған лаборатория ма? Иә, онда лаборатория істеп тұр. Сол таң қалдырды. Сонда біздер қазір ойлап тұрмыз, Батыс Қазақстан облысымызға барғанда біздер соны жеткіземіз. Ол, оказывается, университеттің қалай жанында сондай лабораторияны ашуға болады екен. Мысалы, қазір археологиямен жазда барғанда бізде кадр, мына жас кадрды қалай тартамыз? Ол енді біздерде оқытады да, а енді басқаша дальше уже жүрмей тұр ғой. А сіздерде именно оқытады, практиканы көрсетеді, өздері барады раскопкаға, өздері лаборатория зерттеуді жасайды. И сонда ол, естественно, қызығады ғой балдар, жігіттер, қыздар, жастар. И сосын мамандар жайлап кадрлар болады. Сол ерекшелік біз прям таң қалдырды сіздерде. Жалпы бізде өңірімізде, қателеспесем, бізде ұлттық құндылыққа баса назар аударылып отыр. Яғни бұл домбыра кабинеттерінің аудандарда жаппай ашылу бойынша. Батыс өңірінде сакралдық орындарға аса мән беріліп отыр ғой, Мамырзай? Жоқ, ойдан ой туады ғой. Бекбол, қарашы, мана жаңағы әріптесімізбен тілдестік, иә? Жалпы осы кездесудің басынан бастап айтып жатырмын ғой. Жаңағы Нұрия ханымға рахмет айта кетейік, осы жерде осындай бір жақсы кездесу ұйымдастырғанда. Ойдан ой туады, әріптестерімізбен тілдестік бүгін. Сендер не істеп жатсыңдар, біз не істеп жатырмыз? Ішкі саясат. Сонда жаңағы қателеспесем Ертіс ауданынан жаңағы Ашамай, сосын жаңағы ертеден жеткен Күмбіркүй деген сияқты өте бір керемет бағдарламалар мысалы өткізген екен. Ұнады. Ондай дүниелер жаңағы халықтың рухын оятатын, жаңағы ертеде қалған салт дәстүрімізді жаңғыртатын, бүгінгі ұрпаққа насихаттайтын жобалар бізде де жасалып жатыр. Мысалы, мен тек қана өзім жұмыс жасайтын ауданда, мысалы, соғым басын беру деген сияқты, мысалы, сырға салу, мысалы, төркіндеп бару, өзгеде, жаңағы ұлттық өзгеде асық атудың жобасы, басқа да көптеген шаралар өтіп жатыр. Мынау жүре берсең көп нәрсені көресің ғой. Бүгін көп нәрсе алып бара жатырмыз біздер. Соны енді жергілікті жерде тағы да ақылдасып, осы бағдарламалардың керегін біздер аламыз. Біздің айтқан нәрселерімізден әріптестеріміз жақсы нәрселер алды деп ойлаймыз. Түсінікті. Мысалы, мен айтайын да, құжат нәрсе. Біздер мысалы, біздер көп нәрсе жасалып жатыр. Бірақ та біздер сол құжат ретінде кішкене шамалау болып тұрмыз. Енді бүгін сіздерді көрдік. Офистің ішінде толған рекомендация, толған методичкалар. Сосын әрбір нәрсе бір жобаны жасағанда ол жоба қағазға жасалынған. Немейді? Кісі біреу келгенде ауызша айтып отырмайсың. Құжатты бересің де көрсетесің. Оның номенклатурасы бар. Оның видеоролигі бар. Соны бірталай бізде бүгін методин ма, соны өткіздік. Көп нәрсені жарты күн офиста болдық. Сосын жарты күн ішкі саясаттың әріптестерімен кездестік. Мен ойлаймын, прям тым жақсы тәжірибе алдық. Мындай сұрақ туындап отыр. Қазір енді біздегі жастарымыз, шыны керек, бір 15-16 жастың аралығында алайықшы, кей-поп дейді, Корея. Одан қалса мына Батыс Еуропасы жатыр. Сол жақтың мәдениетіне бір аса қатты бір мән беріп, солардың бір өмірбаян болмасын, әншілерін болмасын, фильмдерін болмасын, енді қатты қарайды. Сәйкесінше бізде өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды жастарға зерттеу бойынша жалпы өздеріңізде, өңірлеріңізде мысалмен болсын келтіріп айтсаңыздар,
не істеуге болады жалпы қазір жастарды осы ұлттық құндылықты бойына тарату керек, олар осыны білу керек деген. Жалпы осы рухани жалпы бағдарламаның мақсаты елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы тұңғыш президентіміздің өзі жалпы осы мына тамырыңнан түле, кім екеніңді таны, жаңағы ұлттық болмысыңа қайта орал деп осы бағдарламаны өмірге әкелді. Жаңа сіздің айтып отырған дүниеңіз жаңағы бұл жаһанданудан келіп жатқан нәрсе. Бекбол, бұл тек қана біздің еліміз емес, бұл процеске ұшырап жатқан әлем. Сондықтан енді ұлт ретінде сақталып қалу жаңағыдай болмысымызда. Сол бағытта жаңағы осы рухани бағдарламасы аясында осы бағдарламаны жаңағы жүзеге асыра отырып, бұрынғы заманның мысалы дүниесін сол күйінде әкеліп қазіргі заманға орната алмаймыз. Оны жаңағы заманға лайықтау керек. Осы мысалы қызғуды күнде істейтіндей күнде атпен жүрген жоқпыз. Ләңгі теуіп күнде көшеде жүретіндей жаңағы бүгіндегідей емес. Көкпар тартып жаңағы күнде жаттыға алмаймыз. Соған қызығушылығы бар адамдар ғана шыға алады. Себебі екінің бірінің қолында аты жоқ бұрынғыдай. Сондықтан жаңағы осы қызығушылығы бар адамдарды тарта отырып, жаңағы ұлттық құндылықтарымызды сақтап, қазақтың мәдениетінің де жаңағы ешкімнен кем емес екендігін жастарға көзін жеткізуіміз керек. Сонда бар ол кісілер жаңағы өзі болмысына бет бұрады деп есептеймін. Болмаса жаңағындай ойбай сен мынаумен айналыс деп ешкімді қолынан жетектеп беріп, жаңағы көкпарға не болмаса басқа жаңағы неге қоса алмаймыз. Өзіміздікін жерге жаңағы әлемдік деңгейде бірінші форматтап, заманға лайықтап барып, жастарды қызықтыруымыз керек. Әрине, біз жастарды жаңағындай рамкаға салып, тек қана осымен бол деуге болмайды. Жастар игерсін бәрін, көрсін. Әлеммен тең терезелі тұру үшін жастар бүткіл білімді меңгеру керек, бүткіл білімді, мәдениетті білу керек. Сондықтан дегенмен де жаңағы жақсыны үйренде жирен дейді ғой, оны үйренсін. Дегенмен де жаңағы өзіміздің өз болмысын сақтап қалсын жастар. Міне рухани жаңғыру бұл жерде көзір болу керек бізге. Сосын қазір мына бағдарлама ұлттық рухани жаңғыру, ол әрбір мемлекеттің үстінде тұру керек. Біріншіден, әрбір кісі соны сезіну керек. Әрбір мемлекеттегі істейтін кісі бірінші соны қою керек. Екіншіден, мен ойлап тұрмын, мына теледидардан көбіне мына киноларды көрсетеді ғой. Мына Корей, Китай, басқа оларды көрсету керек. Бірақ та өзіміздің ұлтты насихаттау, біздің дәстүрімізді насихаттау. Қазақта ұялатын нәрсе жоқ қой, тарихта, былай қарағанда. Біз неге ұяламыз? Біздерде бүкіл мына айтып тұрмыз ғой, ұлттың жеті қыры дегенде сонда кілең тамаша нәрселер бар ғой. Соны насихаттасақ, көрсетсек. Және де мысалы біздер қаланың ішінде былай қазір ұсыныс беріп жатырмыз. Көбіне мына остановкалар бар ғой, автобустар тұратын. Мысалы, бір остановка қасында музей тұрса, неге сол остановканы, допустим, областной краеведческий музей деп айтпауға? Енді областной краеведческий музейге пока баратқанша, уже телерубкадан айту керек. Мына областной краеведческий музей мынандай жылдарда басталды, мынандай жылы бар, мынандай. Ол біріншіден туристерге жақсы. Сосын мына келе жатқан адамға құлаққа да бір сен тұра береді ғой енді, жалпы етіледі. Және де мен ойлап тұрмын, енді мына қазір біздің де облыс өнерімізде ауыл лайф деген бір жақсы жоба жүріп жатыр. Сонда мастер-класс ретінде қалай сиырды сауады, қалай атқа мінеді, тағы да қалай, допустим, киім тігу, соны бәрін насихаттайды. Конкурс ретінде сондай нәрселерді жайлап кішкентайдан бастасақ, бәрі де дұрыс болуға бар ғой. Енді біздің қазақтың қыздары да, балдары да енді қазақ деп боламын деп тұр ғой, енді өздеріңізде көзіңіз жетіп отыр ғой. Түсінікті. Жалпы санаулы минуттар қалды бағдарламаның аяқталуына. Соңғы сұрақ, неге Павлодар облысына ең бірінші сапарларыңызды жоспарладыңыздар? Содан кейін ертеңгі өздеріңіздің кішкене сапарларыңызды айтып өтсеңіздер. Енді былай айтайын, мен өзім мына рухани жаңғыру офисына бір 6 ай болғандар келгеніме. Соны где-то жазда екен, ең бірінші білмеймін неге екен, мына өзім әріптестерім айтты екен, Павлодардың Нұрия Қалың деген әріптесіміз бар.
сонымен сұхбаттассаңдар бәрінде сансыз көмектеседі, айтады деді. Сосын біздер мониторинг группа мына Киордан келді ғой. Сонда біздер сұраймыз ғой, қай облыс, қай жерден мықты болып отыр. Сонда айтты, құжат жағынан Павлодар жақсы дейді. Сосын енді артын соқыр көргеннен жазбайды дегендей, Нұрия қалың Павлодар деп енді желеп осыған келдік. Атты бұрып дегенде, атын мойын дегенде мында келіп отырмыз. Иә, түсінікті. Бізге уақыт бітті деп айтып жатыр. Студиямызға келіп, қойылған сұрақтарға жауап бергендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Әлбетте ертеңгі сапарларымызға ақ жол тілейміз. Бұл енді Павлодар өңіріне енді алғаш рет келіп отырсыздар ғой. Бұдан да тағы келе бересіздер деген үміттеміз. Жиі бізде сіздерді. Сіздер келесіңдер ғой біздерге. Енді бізде енді барсамыз, білмеймін, мүмкін мен біздің орталықтың жұмысын кешке орай білмеймін ғой. Студиямызға келгендеріңізге рахмет. Рахмет сіздерге. Қымбатты телекөрермендер, біз сіздермен де қоштаспаймыз. Аптаның дүйсенбісі мен бейсенбісі аралығында